туысқанын жамандайтындарға айтам. Ит болып кетсе де ше, туысқанын жамандайтындарға сен ешкім емессің. Туысқанын жамандайтындардың өздері де ешкім емес. Өйткені сенің басыңа іс түскен кезде жігіттер қазір көбінесе достар тұрмайды, достар жоқ болып кетеді. Сенің басыңа іс түскен кезде кім келеді? Ағайынның қадірін жалалы болсаң білесің дейді. Ағайын тұрып береді ғой. Ал мен мына жігітке айтам, ағайын жамандайтын. Сен қорғаусыз адамсың. Сені кез келген шакал сындыра алады. Неге? Өйткені сенің артыңда қорғауың жоқ. Өйткені сен қорғауының бәрін адамдарға жамандап, жексұрын қылып жүрсің. Біріншіден, екіншіден, сен де солардың бірісің. Сен олардан артық емессің. Өйткені бәрің бір тападан шыққансыңдар ғой, бәрің бір дейсіңдер. Ден сау адам. Айтшы, сен маған туысқанын жамандағанда, мен саған заводтан новый, четкий, ақылды туысқан әкеп бере алмаймын ғой. Болды. Ол завод жабылған, болды. Қалай бар, соған разы болсайшы. Біреуге жамандап ше. Өзіміздің абыройымызды түсіреміз ғой. Мені осы ауылға кірейік. Жігіттер бірін-бірін жамандап жүрсе бар ғой. Мен білем уже мына ауылда ауызбіршіліктің жоқ екен. Любой біреуін барып сындыруға болады. Өйткені ешкім ол үшін тұрмайды да. Сондаймыз ғой біз.